Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге даму мед. Бүгін біз кеуде топографиясының екінші бөлімін жалғастыратын боламыз. Яғни қабырғааралыққа, одан кейін диафрагма, сүт безінің құрылыстарына тоқталамыз. Ең бірінші қабырғааралық, латынша интеркосталис дейміз. Қабырғааралық дегеніміз не? Соған тоқталсақ, жалпы сіздер кеуде клеткасында міне қабырғаны көріп тұрсыздар, осы екі қабырғаның арасында бізде кеңістіктер болатын екен. Кеңістіктер, осы кеңістікті біз қабырғааралық дейміз. Енді осы кеңістіктің құрамына не нәрсе кіреді десеңіздер, ол ең біріншіден бұлшықеттер, яғни өз атына сәйкес сыртқы және ішкі қабырға аралық бұлшықеттер, мускулус интеркосталис, экстернет интерне. Одан кейін екінші кіретін бізде қан тамыры, яғни артерия вена және жеке байламдары, лимфа тамыры, лимфа түйіндері болып табылады. Енді тамыр мен жүйкелер бізде қабырға аралық санылау арқылы сол каналдан өтеді. Енді бұл санылаудың бізде мысалы қабырға сүйегін сіздер анатомиядан білесіздер ғой, бізде сулькус кости деген қабырғааралық жүлгесі болады. Осы қабырғааралық жүлге жоғарыдан санылауды құруға қатысады, ал төменнен қабырға аралық бұлшықет бізде өзара шектесіп, ортасында кішігірім жаңағы қабырға мен бұлшықеттің арасында кішігірім санылау қалады екен. Осы санылаудан бізде қабырға аралықтың бұлшықеттері мен жүйкелері өтеді. Енді қазір мына жерден біз қабырға аралықтың қабаттарын көріп шықсақ, мінекей достар, мына жерден біз қабырғааралықтың қабаттарына мән берсек, ең бірінші тері қабаты, одан кейін террасы желмай қабаты, үшінші бізде бетке фация жатыр. Бетке фацияның астында үлкен кеуде бұлшықеті, яғни алдыңғы видео сабақта естеріңізде болса айтқан болатынбыз, бетке фация бізде үлкен кеуде бұлшықетіне сыртынан жаңағы қынап түзіп жатады дедік, капсула түзеді дедік. Достар, енді алғашқы террасы желмай қабаты, бетке фация бізде кеуденің қандай аймағында болсын бірдей болады екен. Ал әрі қарай кеуденің аймағына байланысты бұлшықеттеріне байланысты бізде қабаттарда өзгешеліктер болады. Енді осы қабырғааралық қабатты біз талдап жатырмыз ғой, сондықтан оның ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, мінекей үлкен кеуде бұлшықеті кетті, оның астында бізде меншікті фация орналасқан. Меншікті фация бізде сыртқы қабырғааралық және ішкі қабырғааралық бұлшықеттерді сыртынан қаптап, оларға қынап түзеді екен. Енді мына жерде сыртқы қабырғааралық бұлшықетті көріп тұрмыз, оның ішкі қабырғааралық бұлшықетпен екеуінің арасынан артерия вена жүйке өтеді, яғни артерия вена нервус жаңағы интеркосталис өтеді екен. Енді осы бұлшықеттердің өзінің ерекшелігі бар. Сыртқы қабырғааралық бұлшықеттер бізде қабырғаның төменгі жиегімен байланысады екен. Ал ішкі қабырғааралық бұлшықеттер болса, қабырғаның кеуде қуысына қарап тұрған бетімен байланысады, немесе оны жаңа қабырғалық жүлгеде жаңа айтып өттік қой, сулькус косталис деп, сода орналасады екен. Енді қабырғалық шеміршектердің деңгейінде сыртқы қабырғалық бұлшықеттер болмайды. Яғни сіздер мысалы мына суреттен көрсеңіздер болады, кеуде клеткасын. Бізде қабырғалар өздігінен барып бекінбейді ғой төс сүйегіне, шеміршек арқылы бекінеді. Осы шеміршек тұсында бізде сыртқы қабырғалық бұлшықеттер болмайды екен, яғни жоқ деп айтасыздар. Одан кейін сондықтан да бізде қабырғаның шеміршекке бекінген жерінен соның бойымен лигаментум интеркосталис экстерна деген байлам жалғасып жатады екен. Яғни жаңағы сыртқы қабырғааралық бұлшықеттеріміз мына жерден келеді, шеміршектің тұсында аяқталып қалады, ол дальше бізде лигаментум байламға жалғасып кетеді, төс сүйегіне барып бекиді екен. Енді бұл сыртқы бұлшықеттердің байламдарының талшықтары жоғары, төмен және артқа қарай орналасқан. Оның тереңінде артерия вена нерв интеркосталис жатады деп айтасыздар. Достар, дәл сол сияқты ішкі қабырғааралық бұлшықеттерде өздігінен барып төске бекімейді. Ол да бізде сіңірлік байламға жалғасып кетеді екен. Яғни мембрана интеркосталис интерна дейміз, немесе лигаментум интеркосталис интерна дейміз. Енді кейбір кітаптарда оны ішкі қабырғаны мембранасы деп та көрсеткен. Негізінен ол байлам, осы байлам арқылы барып төске бекиді. Және осы ішкі қабырғааралықтың байламдарының талшықтары қарама-қарсы бағытта төменнен жоғарыға қарай жүреді екен. Қазір мына жерде суреттен көрсетейін бізге қабырғааралық бұлшықеттерді. Мінекей, мына суреттен қарайтын болсақ, үлкен кеуде бұлшықетін көріп тұрмыз, оның астында бізде кіші кеуде бұлшықеті. Мінекей, үшінші суретте тұрған сыртқы қабырғааралық бұлшықеттер. Мінекей, одан төмен бізде ішкісі жатады. Ішкісі көрсетілмепті. Енді жалпы келесі қабат, мінекей айттық, сыртқы қабырға, ішкі қабырғааралық бізде келесі қабырғаға жалғасып кетеді. Одан кейін фация эндоторацика деген, яғни кеуде қуысының өзінің ішкі фациясы болады. Ол бізде плевралды кеңістікті жауып жатады. Одан кейін бізде плевра кетеді, плевра өкпенің сыртынан қаптап тұратын. Оны білесіздер, плевраның екі қабаты болады, париетальды және висцеральды. Олардың арасында плевра қуыстығы және өкпе кетеді. Енді достар, бұл жерде ең білу керек нәрсе осы қабырғааралық және олардың кеңістіктері болып табылады. Мінекей,
сыртқы және ішкі қабырға арасындағы кеңістікті біз спатиум интеркостале деп атаймыз. Онда жүйке тамыр шоғыры өтеді. Жүйке тамыр шоғырын сіздер былай оңай жаттап алсаңыздар болады, яғни қысқа термин ваня дегенмен қазір көрсетейін. Мына жерде лекция болу керек, қазір өздеріңізге жазып алсаңыздар. Мінекей, жүйке тамыр шоғырының құрамында бізде вена, артерия, жүйке. Сондықтан ваня деп жаттап алсаңыздар, өздеріңізге оңай болады есте сақтауға. Енді жүйке тамыр шоғыры бізде мінекей мына жерде көріп тұрсыздар, екі бұлшық сыртқы, ішкі, олардың арасында кеңістікті көріп тұрсыздар. Спатиум интеркостале, оның ішінде бірінші вена, одан кейін артерия, сосын жүйке өтеді. Яғни ретімен жаттап алу үшін ғой, жаңағы қысқаша ваня деп жаттап алсаңыздар түсінікті болады. Достар, келесі маңызды ақпарат фация эндоторацика туралы айтып өтсек, біз оны кеудешілік фация дейміз. Бұл кеудешілік фация бізде интеркостальды бұлшық еттерді, қабырғаны, оның шеміршегін, төс сүйегін, тіпті кеуде омыртқасы мен диафрагманың алдыңғы бетін жауып жатады. Яғни өте ауқымды фация болып келеді. Дегенмен бұл фацияның қай аймақта жауып жатса, соған сәйкес өзінің атауы болады екен. Егер де қабырғаны жауып жатса, оны фация касталис дейміз. Егер де диафрагманың бетін жауып жатса, оны фация диафрагматика дейміз. Яғни сіздер қазір бөлімдерді өткен кезде фация диафрагматика деп тұрса, сіздер білесіздер, уже ол фация эндоторациканың бөлімі болып табылады, яғни кеудешілік фацияның бөлігі деп айтасыздар. Келесі біз сүт безіне тоқталатын болсақ, сүт безінің ең бірінші орналасуы склетотопиясын айтайық. Яғни склетотопия дегеніміз бұл кез келген ағзаның сүйектерге қатынасын айтамыз. Әйел адамдарда сүт безі тігінен қарағанда бізде 3-ші және 7-ші қабырғаның арасында орналасады. Мінекей 1-ші, 2-ші, 3-ші қабырғадан басталып 4, 5, 6, 7, мінекей 7-ші қабырғаның арасында орналасып тұр. Ал көлденеңнен болса, ол бізде проекциялық сызықтар арқылы анықтаймыз. Яғни төс маңыз сызығынан линия парастерналис, өткен сабақта айтқан болатынбыз, төс пен бұған ауды сызығының арасында линия парастерналис жүргізіледі дедік осы тігінен. Одан кейін бізде латеральды қолтық алды сызығымен, яғни линия аксиллярис антер, мінекей осы екі проекциялық сызықтың арасында жатады екен. Жалпы сүт безі артында бізде үлкен кеуде бұлшық етінен, одан кейін алдыңғы тісті бұлшық еттің арасында орналасқан. Бізде олар өздігіне жаңа меншікті фациямен бөлінген дейміз. Мінекей мына жерде көріп тұрмыз, сүт безі артынан үлкен кеуде бұлшық еті және мына жерде бізде алдыңғы тісті бұлшық ет болады. Ол көрсетілмепті. Жалпы сіздер біліп жүрсеңіздер, үлкен кеуде бұлшық еті мен алдыңғы тісті бұлшық еттің алдында орналасады және меншікті фация арқылы бөлінеді деп. Достар, келесі мына жерден сіздер сүт безінің қабаттарын көресіздер. Мінекей тері қабат, одан кейін тері асты шелмай қабаты. Енді мына жерде бетке фация депті. Бетке фацияның өзінің бізде екі жапырақша береді екен. Біріншісі бетке жапырақшасы, одан кейін келесі терен жапырақшасы. Енді осы бетке жапырақшасы сүт безін алдынан қаптайды, терен жапырақшасы артқы жағынан қаптайды. Екі жапырақша келеді, бізде жоғарыдан бұғана сүйекке барып бекиді екен. Яғни бұл бізде сүт безін ұстап тұруға қатысады деп айтамыз. Енді осы бетке терен жапырақша қаптағаннан кейін бізде оның артында мына жерде нені көріп тұрмыз ғой, үлкен кеуде бұлшық етін көріп тұрмыз. Үлкен кеуде бұлшық етінің өзінің сыртынан қаптап тұратын қынабы болады. Енді осы екеуінің арасында бізде ретромамиллярлы кеңістік болады екен. Бұл кеңістік арқылы бізде көптеген қабынулық процестер өтіп сүт безіне таралуы мүмкін. Және бұл жерде айтылу керек маңызды нәрсе, бетке фацияның өзі сүт безін көптеген бөліктерге бөліп тастайды. Яғни бетке фациядан бізде жаңағы перделер шығады, сүт безін 15-20 шақты бөлікке бөліп тастайды екен. Және осы бөліктердің арасында да бізде кілегейлі қуыстар болады. Бұл жерде жаңа абсцесс дамыса, басқа да аймақтарға тез таралып кетеді. Сондықтан да сүт безі бізде өте қауіпті, жаңағыдай абсцесс таралуына өте қауіпті орган болып табылады, себебі оның арасында кеңістіктер мен қуыстықтар көп болады деп айтасыздар. Енді достар, мінекей біз қабат бойынша талдап келе жатырмыз қой. Жаңа үлкен кеуде бұлшық етін айттық. Үлкен кеуде бұлшық етінің артында бізде кіші кеуде бұлшық еті орналасады. Енді олардың өзінің бетінен қаптап жататын жаңағы фациялары болады, және олардың арасындағы кеңістікті біз бетке субпекторальды кеңістік деп атаймыз. Ол туралы бірінші видеосабақта айтқан болатынбыз. Одан кейін келесі кіші кеуде бұлшық етімен бізде дальше сүйектер кетеді. Сүйектің надкостница қабаты, осылардың арасында да бізде кеңістік болады. Біз оны терен субпекторальды кеңістік деп атаймыз. Міне екінші кеңістік кетті. Одан кейін дальше бізде қабырғалық бұлшық еттер кетті. Жаңағыны айтып өттік, сыртқы ішкі болады. Оның арасында жаңағы қабырғалық кеңістік болады еді. Ол жерден ваня деп вена артерия нерв өтеді дедік. Үшінші кеңістік кетті. Және одан кейін бізден ішкі органдар басталады, яғни ең бірінші өкпені қаптап тұратын плевраның париетальды жапырақшасы, және осы париетальды жапырақшаның алдында сүйектермен қатынасында
париетальды алды, яғни плевра алды деген кеңістік болады. Одан кейін париетальды жапырақша мен висцеральды жапырақшаның арасында плевральды кеңістік болады. Және ол жерде бізде плевра сұйықтығы орналасады. Одан кейін бізде дальше висцеральды кеңістіктен кейін ол өкпені қаптап жататынын сіздер білесіздер. Сонымен неше кеңістік болды? Қайталап өтсек, бірінші жаңағы сүт безі мен сүт безінің қаптайтын терең несі бар ғой, жапырақшасы. Сонымен келесі мынау үлкен кеуде бұлшықетінің бетке жапырақшасының арасындағы кеңістік, яғни ретромамиллярлы кеңістік болды біріншісі. Одан кейін екіншісі мынау үлкен кеуде бұлшықетінің қаптайтын фасциясы мен кіші кеуде бұлшықетінің арасындағы кеңістік, яғни бетке субпекторальды кеңістік бұл екіншісі. Ал үшіншісі мына кіші кеуде мен сүйектердің арасындағы терең субпекторальды кеңістік. Мінекей тоже сүйектердің сыртында бізде қабырғалық бұлшықеттер болады ғой, соның бетке фасциясының арасындағы кеңістік терең субпекторальды кеңістік деп аталды. Ал одан кейінгі бізде қабырға аралық бұлшықет пен ішкі қабырға аралық бұлшықеттің арасындағы кеңістік кетеді. Сонымен неше болды? Төртеу болды, және келесі бесінші жаңа айтып өткен плевра алды кеңістік. Мінекей осымен 5 кеңістік пайда болды. Келесі достар, біз сүт безінің қанмен қамтамасыз етілуіне тоқталатын болсақ, енді жалпы сіздерге кеңес беретін кез келген органның қанмен қамтамасыз етілуін түсіну үшін алдымен сіздер екінші курстағы қан тамыр жүйесі лекциясын бір қайталап шығыңыздар. Яғни қандай артериядан қандай тармақ тарайды, оның қандай тамырмен анастомоз құрайды, оны түсінбесеңіздер сіздерге мынаны түсіну қиын болады, яғни шатасасыздар. Енді егер де осы қан тамыр жүйесінің лекциясы керек болатын болса, төменде телеграм каналға ссылка қалдырып кетемін, сол жерге жазсаңыздар болады. Бізде сүт безіне қайта оралайық. Сүт безінің қанмен қамтамасыз ететін артерия ол бұғанасы артериясының тармақтары және қолтық артериясының тармақтары болып табылады. Енді достар, мынандай сұрақ қою мүмкін сіздерге: бұғанасы артериясы қандай артериядан келіп тұр деген сияқты. Бізде сіздер білесіздер, жүректен қолқа шығады. Қолқаның бізде дуга аорта деген қолқа дуғасы болады. Сол қолқа дуғасынан бізде 3 сабау тарайды. Бірінші иықбас сабауы, одан кейін мына жерде сол жақ бұғанасы артериясы, сол жақ жалпы иық артериясы. Ал иықбас сабауының өзінің екіге бөлініп кетеді. Ол жаңағыдай оң жақ бұғанасы артериясына және оң жақ жалпы иық артериясына. Енді осы оң жақ жалпы бұған артериясы қайдан шықты десе, сіздер айта аласыздар, ол бізде иықбас сабауынан шықты, ал иықбас сабау ол қолқа дуғасынан тарады деп. Енді осы оң жақ бұғанасы артериясының өзінің бізде бөліктері болады екен. Яғни сата алды бұлшықеттер бар ғой, сатылық бұлшықеттер. Сол сатылық бұлшықеттерге өтуіне байланысты 3 бөлігі болады: сата алды бөлігі, сата аралық және сата артқы. Енді осы сата алды бөлігі бірінші бөлігінен бізде сүт безін нервтендіретін артерия, мінекей мына жерде торатика интерна, яғни ішкі кеуде артериясы тарайтын, оны суретпен тұр. Мінекей ішкі кеуде артериясы. Осы ішкі кеуде артериясы бізде сүт безін қамтамасыз етеді. Көбінесе 3-ші, 4-ші, 5-ші қабырға аралықтарды тесіп өтіп, осы жерде сүт безіне барады. Ал енді келесі бізде жалғыз жаңағы артерия торатика интерна ғана қамтамасыз етпейді ғой. Бізде сонымен қатар мінекей мына жерден артерия торатика латералис көріп тұрмыз. Мінекей артерия торатика латералис ол бізде қолтық артериясының тармақтары болып табылады. Одан кейін артерия аксиляристі көріп тұрмыз. Мінекей 8-ші номермен артерия аксиляристен артерия торатика латералис тарап тұр. Мінекей одан кейін тағы да артерия торако-акромиалис деген артерия бар, яғни кеуде акромион артериясы бізде артқы жақтан келіп тұрған. Мінекей осылар бізде өзара бірігіп анастомоз құрайды. Бізде сүт безін қанмен қамтамасыз етуге қатысады екен. Мінекей мына жерде рамус мамилярис медиалис дейді, яғни көптеген артерияның өзара бірігу нәтижесінде қанмен қамтамасыз етіліп тұр. Енді достар, біз жалпы қан тамыр жүйесінің қалай тарайтындығына келесі видео сабақтарда лекция болады, ол жерде тағы да толықтырып айтып өтетін боламыз. Достар, енді келесі сүт безінің лимфа ағыстарына келетін болсақ, мына суретте бізде лимфа түйіндері берілген. Мінекей парамамиллярлы сүт безінің маңында лимфа түйіндері, одан кейін орталық лимфа түйіндері, 3-ші бұғана асты, бұғана үсті, 5-ші мойынның терең жатқан лимфа түйіндері, 6-шы бізде парастерналды лимфа түйіндері, 7 бізде 2 сүт безінен келетін лимфа түйіндерінің қиылысқан жері, ал 8-ші бізде жаңағы іш қуысына бара жатқан лимфа түйіндерін көріп тұрмыз. Одан кейін 9-шы бізде паховый лимфа түйіндері дейді, яғни қасақ үсті лимфа түйіндері. Енді суретте де көріп тұрғандай, бір сүт безінің лимфа түйіндерінің өзі қаншама аймақтың лимфа түйіндерімен байланысып жатыр. Бұның практикалық маңызы да сонда. Енді қазіргі таңда білесіздер, рак молочной железі көп кездеседі, қатерлі ісік. Осы қатерлі ісіктен метастаз жайып кетуі мүмкін, жаңағы рак пайда болып, мына бөлімге, мына аймаққа, жаңағы құрсақ аймағына дейін таралып кетуі мүмкін. Сондықтан да лимфа жолдарын білу маңызды дейміз. Жалпы лимфа ағу жолының өзі
үш бағытта жүреді екен. Мінекей на лекцияны жазып алыңыздар өздеріңізге. Автор бойынша бірінші алдыңғы кеуде лимфа түйіндерінің Бартельс түйіндері дейміз. Бұл арқылы көбінесе қайда орналасады десе, айтасыздар, үлкен кеуде бұлшықетінің сыртқы жиегі бойында 2-3 қабырға аралықта орналасады деп. Мысалы, мына жерде үлкен кеуде бұлшықеті, соның сыртқы жиегі 2-3 қабырға аралықта орналасатын лимфа түйіндері болып табылады. Одан кейін интрапекторальды, ол үлкен және кіші кеуде бұлшықетінің арасында орналасады. Автор бойынша Роджер дейміз. Одан кейін транспективті деп отырғанымыз үлкен және кіші кеуде қуысының қалыңдығына еніп жататын лимфа түйіндері болып табылады екен. Бұны сұраса айтып өтесіздер, осындай лимфа түйіндері болады, ол осындай аймақта орналасады деп. Ретте бізде лимфаток, яғни лимфа ағыстары көрсетілген 4 квадрантқа бөліп қарастырылған. Ең бірінші сыртқы квадрант, одан кейін ішкі квадрант. Ішкі квадранттың өзі 4-ке бөлініп тұр. Осыған қарап қай жерге кететіндігін көре аласыздар. Мысалы, сыртқы квадранттың лимфа түйіндерінің өзін, мысалы, мына жерде үш бұрыштарға бөліп қарастырыпты. Мысалы, тригонум субпекторали деген, мысалы, мына аймақ, яғни суб асты, пекторали кеуде асты үш бұрышы. Бесінші тригонум пекторали кеуде үш бұрышы, ал мына жерде қызғылтпен белгіленіп тұрған тригонум клави пекторали, яғни бұғана кеуде үш бұрышы. Осы үш бұрыштан өтетін лимфа түйіндері көрсетілген. Мінекей бірінші номермен бізде пекторалис, одан кейін субскапулярис, яғни бізде пекторалис кеуде лимфа түйіндері, одан кейін жауырын, скапулярис это жауырын асты лимфа түйіндері, бізде мына жерде хуморалис дейді, тоқпан жілікке қарай кететін, централис деген ортаңғы лимфа түйіндері, оның бәрі мына жерде тригонум субпекторалисте орналасқан. Одан кейін екінші локализациясы ол бізде интерпекторалис, яғни қабырға аралық жаңағы кеуделерін жаңа айтып өттік қой мына жерде. Екінші интерпекторлық деп үлкен кіші кеуде бұлшықеттің арасында орналасқан осы лимфа түйіндер. Ал үшінші жол жаңа айтып өткен бізде мына жол. Транспективті үлкен және кіші кеуде қуысының қалыңдығына енетін лимфа түйіндер болып табылады. Бұл лимфа түйіндерге апикалис, яғни жоғарғы лимфа түйіндер, одан кейін инфраклавикулярис, бұғана аралық лимфа түйіндері жатады екен. Мінекей бұл жерде енді білу керек нәрсе осы үш жол арқылы кетеді деп айттық. Енді әрине бұл сыртқы квадрант бойынша, енді ішкі квадранттың өзін біз мінекей мынандай 4 квадрантқа бөліп қарастырамыз. Жоғарғы, төменгі, медиалды, латералды. Мынаны тоже жазып алсаңыздар болады. Жоғарғы квадранттан лимфа қайда ағады десеңіздер, қолтық астына, бұғана үстіне қарай, төменгісінен қолтық астына, төс маңына қарай, ал неден латеральдан қолтық астына қарай ағады, медиалдан төмен жаңағы төс маңы және қолтық асты аймақтарына қарай лимфа ағысы жүреді екен. Бұл бізде жаңағы квадрант бойынша бөліп қарастырған. Достар, енді келесі біз диафрагма немесе көгет дейміз. Осы көгеттің сіздер қызметін білесіздер, яғни құрсақ пен кеудені бөліп тұрады және тыныс алуға қатысатын бұлшықетті орган болып табылады. Және осы көгеттің кеуде қуысына қарап тұратын бетін бізде париетальды плевра жауып жатады, ал құрсақ қуысына қараған беті бізде іш астармен жабылып жатады. Енді көгеттің өзінің, мысалы, мына жерден қарайтын болсақ, мына суреттен мінекей екі күмбезін ажыратамыз, оң жақ күмбезі және сол жақ күмбезі. Суретте көрініп тұрғандай, мінекей оң жақ күмбезі жоғары орналасқан, яғни 4-ші қабырға деңгейінде, ал сол жақ күмбезі бізде сәл төмендеу 5-ші қабырға деңгейінде орналасқан екен. Сондай-ақ көгеттің біз екі бөлімін ажыратамыз. Ол сіңірлі бөлімі, міне ортасында ақпен тұрған сіңірлі бөлімі, және айналасында қоршап жатқан бұлшықетті бөлімі. Яғни бұлшықет талшықтары ортасына қарай сіңірлі бөлімге жалғасып кетеді. Және осы сіңірлі бөлімде біз көріп тұрмыз, төменгі қуысты вена өтетін тесік орналасады екен. Енді біз осы бұлшықетті бөлім деп жатырмыз. Осы бұлшықетті бөлімнің өзінің бекітілу нүктесіне байланысты үш бөлігін ажыратады екенбіз. Ең бірінші төс сүйегінің семсер тәрізді өсіндісінен барып бекитін, осы бөлімнен басталатын бізде төс бөлігі, пас стеналис деп атаймыз, мінекей төс бөлігі. Одан кейін 7-ші және 12-ші қабырғадан басталатын қабырғалық бөлігі болады. Мінекей аймақта бізде қабырғалық бөліктері. Енді келесі бел бөлігі, бас люмбалис дейміз. Бел бөлігі оң жақтан да, сол жақтан да 4 жоғарғы бел омыртқасынан басталады екен. Енді бұл бөлімде әрбір жағынан 3 аяқшасы болады бел бөлімінің. Мінекей мына жерде медиалды аяқшасын көріп тұрмыз, ортасына қарай, және мына жерде латералды аяқшаларын көріп тұрмыз, латералды аяқшалар және ортаңғы аяқшасы. Енді осы үш аяқшасы бізде өзара жаңағы крест жасайды, перекрест, яғни бізде қиылысады, 8 саны тәрізді жаңа қиылысу жүреді екен. Осы қарайтын болса 8 тәрізді қиылысу жүреді, және олардың арасында екі санылау көре аламыз. Біріншісі қолқа өтетін санылау, мінекей қолқаны көріп тұрмыз, мына жерден.
ал екіншісі өнеш өтетін саңылау. Яғни қолқа саңылауы хиатус аортикус дейміз, өнеш өтетін саңылауды хиатус эзофагиус дейміз. Енді мына жерден қолқа өтетін саңылаудан қолқаның төмендеген бөлігі, сонымен қатар кеуденің лимфа өзегі өтеді екен. Ал өнештік саңылау болса жоғарғы алдыңғы жағында орналасып тұр, мінекей көріп тұрғандай, және ол өнешпен кезбе жеке бірге өтеді осы саңылаудан. Енді екі тесік ортаңғы сызықтың сол жағында орналасқан, сонымен қатар өнешті тікелей қоршап тұрған мынау диафрагма бұлшықет талшықтары бізде өнештің сфинктерін құрауға қатысады екен. Және бұл жер бізде диафрагманың әлсіз жеріне жатады. Қазір не үшін әлсіз жеріне жатады, оны айтып өтетін боламыз. Достар, мына жерде жақсап қарайтын болсақ, суретке, міне аяқшаларын көріп тұрмыз ғой. Мына жерде сол жақ аяқшасы, оң жақ аяқшасы деп бөліп қойыпты. Енді кейбір оқулықтарда жаңағы медиалды, латералды, ортаңғы аяқша деп жазған. Жалпы сіздер біліп жүрсеңіздер, мысалы сыртқы жаңағы аяқшалар мен ортаңғы аяқшалардың арасында, латералды мен ортаңғының бізде оң жағынан вена азикус және сол жағынан вена хемиазикус өтеді екен. Мінекей мына жерде көрсетіп тұр. Суретте анық емес, бірақ мінекей қолқаның артында азикус, яғни сынар венаны көріп тұрмыз, және оның сол жағынан жартылай сынар вена өтеді. Сонымен қатар жаңағы көгеттік жүйкелер өтеді екен осы аяқшалардың арасынан. Ал ортаңғы мен латералды аяқшаларды сонымен қатар симпатикалық сабаумен шектелген деп те айтамыз. Енді келесі диафрагманың кеуде қуысына қараған бетін біз жаңа айттық, париетальды плеврамен жабылады дедік, ал құрсақ қуысына қараған беті ішастармен жабылған дедік. Сонымен қатар бұл жаңағы серозды қабықшалардан бөлек бізде фациялар болады. Біз оны айтып өттік, жаңа фация эндотаратика дедік, яғни кеудешілік фация дедік. Осы фация жоғарыдан бізде жауып жатады, ол плеврамен осы фация, яғни фация эндотаратика мен плевраның арасында бізде плевра алды кеңістік болады, плевральная клетчатка дейміз. Енді төменнен болса ол фация эндо абдоминалис, яғни құрсақ ішілік фациямен жалғасып жатады. Құрсақшілік фациямен жаңа айтып өттік қой, ішастармен жабылады деп. Осы ішастардың арасында бізде құрсақ асты кеңістігі болады, подбрюшная клетчатка дейміз. Бұларды не үшін білу маңызды? Себебі қабыну іріңді процестер болса, ол құрсақ аймағына төменнен жоғарыдан кеуде аймағына қарай өтіп кетеді екен. Енді келесі біз диафрагманың әлсіз жерлеріне тоқталатын болсақ, мінекей мына жерде біз төс бөлімін көріп тұрмыз, мына жерден қабырға бөлімін және бел бөлімін көріп тұрмыз. Осы жерлерде әлсіз аймақтар болады екен. Мысалы мына жерде багдалика деген әлсіз аймақ бар, ол бізде мына жерде бел қабырға үшбұрышында орналасқан болып келеді, және мына жерде біз төс пен қабырға бөліктерінің арасында маргани және лорея деген әлсіз жерлерді көріп тұрмыз. Енді не үшін әлсіз деп айтып жатырмын? Себебі бұл жерден ет талшықтары аз болып келеді, сіңірлі бөліктер көп орналасады, және жаңа айтып өттік қой біз, фация эндотаратика, фация эндоабдоминалис деп, кеудешілік және құрсақшілік фациялар осы аймақтарға келіп бекінеді екен, байланысады екен. Сондықтан да бұл жерлерді әлсіз аймақтар дейміз. Және осы жерде мысалы іріңді процестер пайда болатын болса, іріңді процестер жаңағы фациялар арқылы бізде басқа аймақтарға да таралып кетеді екен. Және көбінесе диафрагмалық грыжалардың пайда болу орны осы саңылаулар болып табылады. Яғни атауларын жаттап алсаңыздар болады. Мінекей достар, осымен екінші бөлім аяқталды. Сіздерге жалпы түсінікті болды деген үміттемін. Міндетті түрде каналға подписаться етіп, лайк басып өтіңіздер. Және осы лекцияны алатын болсаңыздар, төменде телеграм каналға ссылка қалдырып кетемін. Сол жерге жазсаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.